Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бейсенбіде 5 түрлі бақыттар, жақсылықтар болсын. Саламатсыз, қалайсыз? Мына жақта сұрақ. Айнұрдың мамандығы қандай дейді? 3 мамандығым бар: архитектор, искусствовед және де дизайнер. Дизайнер? Сонда бишіні просто хобби ретінде алғансыз. Искусствовед қой, негізі биші деп почему-то ошақ айта береді да, негізі жалпы өнертанушы ғой. Өнертанушы, я соған кіреді да. Білімді екенсіз ғой жалпы, Ха, білескесіз. Жоқ, 3 мамандығыңыз бар ғой енді, как-никак. 3 мамандық бітіргенмін: архитектор, искусствовед және дизайнер. Енді архитектормен бірден істеп жатсыз ба? Қазір көбінесе қай саладасыз? Өнертанушы. Сол бойынша мәдени саласында жұмыс істеймін. Болыпты, рахмет. Бүгінгі образыңыз күшті екен. Айна босамай жатыр. Бір адам соп сөйт десек. Міне. Міне ғой біздің образ. Дағдар, в общем, тірліктен тірлік. Грамм қол тиіп атқан жоқ, уақыт жоқ. Ананы істеу керек, мұнаны істеу керек. Сынақтармен қатар келеді ғой менің тірліктері ше. Соған қуанамын, бәрімізде солай шығар. Бір кем дүние всегда ойнайды ғой адам баласын. Бір кем дүние ол сондай болады. Адаг оған мұңайман да жігіттер, түсінем бәрін. Мен де тура сендер сияқты амал жоқ, қайтем болғаннан кейін күресеміз. Өмір күрестен тұрады. Күрес жеңістен тұрады, немесе жеңілістен тұрады. В общем, бұйырғаны ғой, по пути ғой бауырым. Мұңаймаса главный деп айтатын адам керек болып тұр маған.